Сәлем, менің құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен бетті ағартып, нәрлендіретін супер оңай тоникті үй жағдайында жасап көрсететін боламын. Бұл тоник бетіңізді ылғалдандырады, пораларды кішірейтеді, бетіңіздегі май пленканың болмауын қадағалайды. Егер толық рецепт білгіңіз келсе, видеоны мұқият соңына дейін көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Бізге тек бір ингредиент қажет болады. Ол барлығымыздың үйімізде бар күріш. Алдымен жарты пиала күрішті жуып аламыз. Сосын оған жарты стакан жылы су құйып, 4-5 сағатқа аузын жауып, күрішті жібітеміз. Бес сағаттан соң алып, оның суын араластырып, спрей ыдысымызға құямыз. Бұл тоникті күнде таңертең және жатар алдында таза бет терісіне жағасыз. Тоңазытқышта 5 күн сақтасаңыздар болады. Егер мұз формалары бар болса, сол формаға тоникті құйып, мұздатып, бетіңізге жақсаңыз да болады. Күріште өте көп пайдалы минералдар, магний, калий, темір, цинк бар. Құрамында В витамин, аллантаин және ферул қышқылы бар. Бұл тоник бетіңізге аллергия бермейді, керісінше аллергиядан алдын алады. Осы тоникті барлық бет терісіне қолдануға болады. Нәтижесі енді керемет. Сіздерге де қолдануға кеңес беремін. Бетіңізді ағартып, пудра жаққан сияқты теп-тегіс болып тұрады. Достар, видео ұнады деген ойдамын. Қолдау білдіріп каналыма тіркеліңіздер. Лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алда болатын пайдалы кеңестерді жіберіп алмаңыздар. Сау саламат болыңыздар.